Сәлем, осындай әдемі чизкейк дайындаймыз, баунти деп аталады. Ол үшін ең алдымен біз основасын дайындап аламыз. Печеньені осылай үгітіп алу керек. Сары майды ерітіп, үстіне құямыз. Осылай қолымызбен араластырамыз. Және де формаға жайғастырамыз. Форманың диаметрі менде 23 см. Формаға жақсылап жайғастырып, үстінен қасықпен басып шықсаңыздар, бірдей әдемі болып шығады. Енді салмасы дайын болғанша осы печеньемізді холодильникке қоя тұрамыз. Салмасына бізге сүзбе, сгущенка, қант және сливки керек болады. Осының бәрін қосып, блендермен еземіз жақсылап. Сонда бізде бір келкі әдемі масса шығады. Енді кокосовый стружкамызды қосамыз. Және лопатканың көмегімен осылай біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмамызды жаңағы формамызға орналастырамыз, жақсылап тегістейміз. Және қызып тұрған пеште 150 градуста 50 минутқа пісіріп аламыз. Біздің чизкейкіміз дайын болды. Енді осылай бөлме температурасында формасын шешпей суытып алу керек. Толықтай суығаннан кейін барып, осылай әрлейсіздер. Әрлеу жағы өз еріктеріңізде. Мен кокосовый стружкамен, бетіне кокосовый стружканы сеуіп, малина қойып, және мятаның жапырақтарын қойдым. Дәмі керемет болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де менің каналымна подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар.